Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ал міне біз үшінші сабаққа да келіп жеттік. Бүгінгі тақырыбымыз махаббат немесе зинақорлық. Ислам діні махаббатты жоққа шығармайды. Өйткені адамдардың махаббатқа деген ұмтылысы, бір-біріне деген ұмтылысы, яғни біреуді жақсы көруі, ол табиғи нәрсе. Адамның жаратылысы сондай. Біз солай жаратылдық. Біз біреуді мәжбүрлі түрде жақсы көреміз. Біз әдейілеп оны жақсы көремін деп жақсы көрмейміз. Ол өзі солай пайда болатын дүние. Сондықтан ислам бұл махаббатты харам етпейді. Сіз өйткені оны өзіңіз әдейілеп жасамайсыз. Ол не? Жүректің ісі, жүректің. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деген? Инналлаха тажауаза ли уммати амма хаддасат бихи анфусуха. Алла тағала менің үмметім үшін ішінен келген бағанағы ойларды, сезімдерді не істеп қойған дейді? Кешіріп қойған оны. Ойларды басқасын, іштен келетін. Қашанға дейін? Мәләм ятакалламу. Қашан сол нәрсені сөйлемейінше, айтпайынша, немесе оны амалға асырмайынша дейді. Яғни ішіне келіп тұрған жаман ойды, жаман бір сөзді, соны істемейінше немесе жасамайынша, оны Алла тағала не істеп қойған, кешіріп қойған екен, хадисте келгендей. Бірақ та ол осы махаббаттың алып баратын нәрсеге сол нәрсені харам етеді, шектен шығуды. Сондықтан мысалға әйел адамға бірнеше рет қарауды, екінші рет, үшінші рет қарауды харам етеді. Біріншісі, ол байқаусызда түсіп кеткен көзін. Мысалы, байқаусызда қарап қойдың, түсіп кетті. Ал екінші, енді қайталап қарауын, немесе сол көзіңді алмай ұстап тұруын, ол не болып саналады? Осы нәрсе харам болып саналады. Және оны сізге бағанағы ол үзір болмайды, мен оны жақсы көремін, бұл махаббат қой деген секілді. Жоқ, болмайды ол нәрсе. Дәл солай бұл жерге нені де харамға жатқызу болады? Қыз балаға SMS-терді жазу, телефонмен хабарласу деген секілді осы нәрселерді де ислам харамға шығарады. Сіз не үшін жазасыз оған? Оған әңгіме үшін, басқа үшін жазуға болмайды. Болмайды. Яғни бұл жерде себепсізден себепсіз, яғни әңгіме құру мақсатында, қалың қалай, басқа деген секілді. Енді сіздер менің сөзімді түсініп тұрсыздар. Ислам махаббатты жоққа шығармауының белгісі, ислам мысалға адам өзінің сезімі жайында айтуға, яғни өлең шығаруға, оны харам етпейді. Бірақ оны жазған кезде де қағидаларды сақтану керек. Яғни нақты атауды атауға болмайды. Дұрыс емес бір адамның ойына бір жаман ой келтіретіндей сөздермен сипаттауға болмайды махаббатын. Ал жалпы махаббатты өзінің ішіндегі сезіліп тұрған сезімін өлең қылып жазуға болады. Сондықтан махаббат деген нәрсені ислам еш уақытта түбегейлі істемейді, оны жоққа шығармайды. Аль-хуб иптила миналлахи лил муъмин. Махаббат ол Алладан болған мүминге деген сынақ, бәле. Мұсылман адам оған не сабыр етеді, не сол махаббат себепті, сол сезім себепті ол күнәға барады, яғни зинаға. Махаббат ол уақытпенен тұрғызылатын нәрсе, уақытпенен. Бірінші неден басталады? Танысумен басталады. Одан кейін мән берумен басталады. Мән бере бастайды бір-бірлеріне. Одан кейін жақындаумен басталады. Бір-біріне жақын болады, яғни кездесу деген секілді. Одан кейін түсінік, бір-бірін түсіну. Одан кейін сезім, ары қарай сезімге беріле бастайды. Содан кейін неге солай кете береді, неге дейін барады ол? Алла тағала рұқсат етпеген, харам еткен іске алып барады бұл махаббат. Егер де ол оны күнәға апаратын болса. Сондықтан махаббат ол жүректің несі? Ісі. Ал жүрек болса, жүректің бірнеше несі бар, әртүрлі терезелері бар. Және ең алғашқы терезесі ол назар, қарау. Сондықтан да арабтардың мынандай бір өлең шумағы бар. Куллул хавадиси мабдаха минан назар. Бүкіл болатын істің бастауы ол назардан болады дейді. Ва азамун нари мин мустасгари шарар. Ал тозақтың ең үлкені, немесе болатыны ол неден? Бір жамандықты кішкентай деп көргеннен. Яғни бағанағы қарауды жай ғана бір, ол не өпті, ол қарау ғой деген секілді. Содан ол, сол қараудан ары қарай ол неге кіріп кетеді? Бағанағы біз айтқан нәрселерге апаратта түптің түбі ол зинаға түседі. Бірақ кейбір жастар бар, кейбір кісілер бар, көзден бұрын немен сыналады? Естумен сыналады. Естумен. Сондықтан да мынандай бір кісінің өлең шумағы бар екен. Ей қауым, менің құлағым кейбір мына жерде бар адамға ғашық дейді. Яғни бір қызға ғашық дейді. Яғни құлағым. Яғни соның даусына да
Сондықтан дейді, құлақ кейде көзден бұрын ғашық болады. Яғни оның дауысына. Кейде адам дауыс себепті ақ қана не істеп қалады? Бір ер адам қызға ғашық болып қалады. Көрместен бұрын. Біреуді жақсы көріп қалдыңыз ба? Оның бір жолы бар. Мысалға, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір сахаба келеді де айтады: "Я Расулалла, менде бір жетім қыз бар" дейді. Сол жетім қызға құда түсуге бір бай кісі келді дейді, және бір кедей кісі келді дейді. Біз дейді байға бергіміз келіп тұр дейді, сол қызды дейді. Ал бірақ қызым болса жаңағы кедейге шыққысы келіп тұр дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп жауап берген: бір-бірін жақсы көретіндер үшін тек қана қандай жол бар? Ол неке ғана бар. Олардан неке басқа еш нәрсе жоқ дейді. Демек, жақсы көрушілер некелесін деген сөз. Яғни бұның шығу жолы некелесу керек. Егер бір қызды жақсы көріп қалсаңыз, соны некелесіп көруге әрекет жасау керек. Егер ол шықпаса, онда бұл бағана біз айтқанымыздай сіз үшін сынақ, сіз оған сабыр етуіңіз керек, және иншалла түптің түбі ол нәрсе ұмытылады, барлығы ұмытылады. Мен ұмыта алмаймын, мен жақсы көрем деген секілді, ол жігітке жараспайтын нәрсе, әсіресе бұл мәселеде. Ал жаңа Алла саллаллаху алейхи уассаламның некелесу сөзінен, яғни ойлап қалмаңыздар, болды некелесіп алуым керек, бітті, осымен іс бітеді деп. Жоқ, бұл жерде некелесу деген кәдімгі отбасылы болуды айтып жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Қазіргі таңда жаңағындай жасырын неке қиюды айтып жатқан жоқ. Жасырын неке қиюды. Жоқ, ол емес, кәдімгі отбасылы болу. Сондай мақсатта. Жай ғана неке қия салу емес, ата-анасына айтпай жасырып, жоқ, ондай нәрсе болмайды. Ондай нәрсені жасауға болмайды. Бұл нәрседе сақ болыңыздар, бауырлар. Талай оқиғаларды естідік, қыздың абыройы тектен-текке төгілді. Және сол оқиғадан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы қыз кедейге шыққысы келіп жатыр деп айтты ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деген жоқ? Махаббат ол айып, махаббат ол харам деген секілді бір сөз айтқан жоқ. Керісінше, сол олар некелесу керек деді. Яғни отбасылы болу керек дейді. Сондықтан махаббаттың өзін ислам харамға шығармайды. Одан пайда болатын некесіз, отбасыны құрмай тұрып жасалатын істі ислам харамға шығарады. Өкінішке орай махаббатты қазіргі жастар кинодан, сериалдардан, әртүрлі шетелдің, батыстың махаббат мелодрамаларынан үлгі алып жүр. Ол мелодрамаларда қалай болады? Қыз үйінен қашып кетеді ол жігітпен, немесе ол үшін өліп қалады, жаңағыдай өзін өлтіреді деген секілді сондай бір өтірік, бір жалған бір не болады? Махаббат болады. Тұрмыстағы әйел басқа бағана еркекті жақсы көріп қалады, немесе өзі үйленген, бірақ басқа әйелді жақсы көреді деген секілді сондай бір дұрыс емес махаббаттың түрін көрсетілген. Өкінішке орай осы мелодрамалардан, осы кинолардан жастар үлгі алып жатыр. Енді ұлдар, ер адамдар ондайларға аса бір жақын болмайтын шығар, бірақ бәрібір де бар, көреді, қызығады. Көбіне қыз балалар жақын болады. Сондықтан да олар бір жаңағындай бір махаббатты күтеді да. Жоқ, ол шынайы махаббат, ол мүлдем басқа, ол ондай болмайды. Ол махаббат деген тек қана бағана сезімдерге құралған нәрсе емес. Махаббат ол сыйластық, махаббат ол түсіну, ол жай ғана бір қалау емес. Және отбасылы болдыңыз ба? Болды. Бұл сізге берілген аманат. Мен жақсы көрмей қалдым, сезімім кетіп қалды, болды, енді тұрмаймын деген нәрсе болмайды жігіттер. Бұл аманат. Сіз аманат қалдыңыз ба? Оны аманатқа қиянат жасамауыңыз керек. Отбасы тек махаббатқа негізделмейді. Қазіргі таңда жаңағындай кейбіреулер айтып жүр екен, махаббат үшін күресу керек, басқа деген секілді. Жоқ, күресу керек, ол сіз әлі бойдақ болсаңыз күресесіз. Ал бірақ сіз үйленген жігіт болсаңыз, сезімім жоқ екен деп ажырасуға болмайды. Ол себеп емес ажырасуға. Және олай ажырасатындардың сол себепті ғана ажырасатын жігіттер бар болса, олардың жағдайы өте өкінішті. Ер адам мұсылман әйелді жек көрмесін дейді. Егер де оның бір мінезі ұнамаса, басқа ұнайтын мінезін жақсы көрсін деп айтқан Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Және білесіздер оқиғаны, атақты оқиға, халифа Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху ажырасам деген жігітке айтқан сөзін. Ол не себепті ажырасам деді? Мен оны жақсы көрмеймін дейді. Сонда Омар радиаллаху анху не деп айтты? Сол жай ғана жақсы көрмеймін деген үшін ажыраспақшысың ба?
отбасы не тек қана махаббатқа тұрғызылған ба? Әйелдер бағанағындай үй жұмысын жасайды, иә, бағана жуады, тамақ пісіреді, басқа қылады, түген қылады, бала көтереді, оны босанады, одан кейін оны қанша мына жер осы нәрсеге күш кетеді. Осы себепті оның бағанағы сұлулығы да кетуі мүмкін мысалға. Енді осы нәрселердің бәрін тастап, үй жұмысын жасамай, басқасын жасамай, тек қана өзімен айналысса, тек қана өзінің сұлулығымен, келбетімен айналысатын болса, еркектер не деп айтады? Нендей жаман әйел дейді. Үйге қарамайды, баланы бақпайды деген секілді сөзді айтады. Сондықтан бұл нәрсе, яғни бұл дүние, махаббат үшін ғана ажырасу, менің сезімім жоқ деп ажырасу, ол үлкен қателік. Айтады ғой, мынау салиқалы еркекке тұрмысқа шықсын дейді, тақуа еркекке. Тақуа еркек деген қандай? Ол егер де ол әйелді жақсы көрмесе, ол оған зұлымдық қылмайды. Яғни сіз жақсы көрмедіңіз ба, сіз бәрібір де әйелдің хақысын беруіңіз керек. Әйелдің хақысын. Оған қарауыңыз керек, басқа да хақылары бар, сол хақыларын орындауыңыз қажет. Ол себеп махаббат үшін ажырасуыңызға болмайды. Және кейбір бауырлар, жігіттер, махаббат, осы сезім, оларды бір пұтқа табынатын адам секілді қылып қояды. Ол өзінің ойында тек қана сол қызды көреді, соны ойлайды, соны қиялдайды. Бағана дәл сол пұтқа табынатындар секілді. Мүшриктер секілді. Мүшриктер не істейтін болған? Пұтты әсемдейді, оған жаңағындай, оған әртүрлі киім кигізеді, басқа қылады, оны әтір себеді оған. Сондай табынып кетеді. Дәл солай кейбір еркектер сол бір әйелді сондай мүлдем бір минусы жоқ, ешқандай бір кемшілігі жоқ көреді де, соны ғана ойлап, қиялдап, бір басқа әлемде жүретін еркектер бар, өкінішке орай. Өкінішке орай. Махаббат деген ондай емес. Кейін ол үйленген кезде ол қыздың небір кемшіліктерін көргенде әбден өкінішке түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан егер сіз бір қызды ұнатып қалып, содан кейін сіз тек қана ойыңыздың бәрі сол болып кетсе, бұл жерде бір гәп бар. Бұл жерде бір шикілік болуы мүмкін. Оянуы керек бұндай жағдайда. Ертерек оянып, дұрыс жағынан қарау керек. Шынымен мен бұл нәрсем дұрыс па, дұрыс емес па? Ол нәрсе сізді тек қана бұл дүниенің істерінен емес, алыстатады. Сізді ол Алладан да алыстатады ондай сезім. Ақыреттен де алыстатады. Егер сіз күндіз де түнде де қызды ойлай беретін болсаңыз. Расында бұл сезім адамды харамға жетелейді. Жай ғана ол махаббат болуында шарт емес. Адам көзін тыймаса, әйелдермен, қыздармен араласып жүре беретін болса, ол оны әртүрлі харам істерге итермелеуі мүмкін. Әсіресе ер адамның өзі сымбатты болса. Сымбатты ер адамға, яғни қыздардың назарын тартатын ер адамға өте қиын болуы мүмкін. Яғни осы сынаққа төтеп беру. Алла тағала ондай ер азаматтарға күш қуат берсін. Алла тағала оларды осы зинадан сақтасын. Мынандай бір оқиға бар. Сондай бір сымбатты жігіт болған екен. Кейін оны бір әйел жеке бөлмеге алдап кіргізіп алады да, қысқаша айтып беріп жатырмын, алдап кіргізіп алады да, жігіт сұрайды: аузу билля, сен не қалап жатырсың дейді. Не сұмдық бұл? Сонда ол айтады: менің қалап жатқаным тек қана сен дейді. Сенен басқа еш нәрсені қалап тұрған жоқпын дейді. Содан ол оған айтады: бұл саған харам болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зинаны ескертіп айтқан, оны жасауға болмайды. Бұл харам нәрсе дейді. Сонда ол айтады: ля валла, жоқ валла. Сен не істі істейсің, немесе мен мына жерде қазір даусымды шығарып тұрып айғайлаймын да, адамдар келсе айтам, сен мені зорламақшы болдың деп айтам. Сондықтан не сен бұл істі істейсің менімен, не мен осылай жасаймын дейді. Сонда ол амал жоқ екенін көрген кезде жақсы дәретхана бар ма дейді. Дәретханаға барайық онда дейді. Жарайды, дәретханаға кіреді. Ол кезде ол заманда арнайы бір не қойған болған екен, орын, сондай сол жерге адамдар дәреттерін өтейтін болған сол жерде. Кейін оны сыртқа шығарып төгіп тастайтын болған екен. Сонда ол алғанда нәжісті үстіне жаға бастаған қолыменен. Сонда ана әйел кәдімгідей шошып кетіп: сен жындысың ба, мәжнүнсің ба, сен не істеп жатсың деп, мынау қуады екен таза деген секілді, сол секілді сондай сөзбенен шығып кетіп қалады ана. Ол болса, жаңағы жігіт болса, шығып қуанып, бағана Алла тағалаға итағат еткеніне қуанып жүгіріп барады осылай үйіне. Үсті болса нәжіс. Адамдар көріп оны мынау жынды деп айтқан екен. Бірақ сөйтіп ол жігіт не істейді? Үйіне келіп, ондай Алла тағаланың қалауымен Алла оны осы күнәдан сақтағанына
қуанып шомылып болады да, кейін өмірдің соңына дейін ол кісінің үстінен алла тағала әдемі бір мисктің иісі шығып тұратынын жасап қойған. Миск деген яғни сонда бір жағымды бір иіс шығып тұратын болған үстінен қайтыс болғанға дейін. Бұл алла тағала тарапынан болған бір керемет берілгені. Оның осы өзін бағанағы күнәдан сақтауға деген ұмтылысы сондай болған үшін. Міне, көрдіңіз бе, сіз егер өзіңізді осындай деңгейде сақтауға тырысатын болсаңыз, күнәдан алла тағала әрдайым сізбен бірге болады. Юсуф алейхиссаламды білесіз да, сыналған. Юсуф алейхиссалам ең сұлу, яғни ең сұлу дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейінгі сұлу пайғамбарлардың бірі болған Юсуф алейхиссалам. Оған да не? Ол осы сынаққа түседі. Есіктің барлығын жауып тастайды да, «Хейдәләк, мен саған дайындалдым, кел маған» деп шақырады әйел. «Маазалла, алла тағаладан пана тілеймін» дейді. «Иннаху робби ахсана маthвай». Расында менің Раббым, пана тілейтін ең жақсы менің Раббым дейді. Ең жақсы орын менің Раббымда, яғни Раббым мені сақтайды деп, осылай Раббысынан пана тілейді. Осы бір күнәдан сақталуды өтініп. Және де атақты хадистердің бірінде, сахих хадистердің бірінде, білесіздер, 3 жігіт бір үңгірге кіреді, түнеуге кіреді. Сонда ана үңгірге шығатын жеріне тас түсіп, олар сол үңгірде қамалып қалады. Сонда әрқайсысы алла тағала, алла үшін, алла разылығы үшін жасаған амалдарын айтып, алладан осы жерден шығуды сұрайды. Яғни жеңілдікті сұрайды. Бізді осы қиыншылықтан алып шығуын сұрайды. Сонда екінші адам мынандай бір сөз айтады. Яғни не дейді? Менің көкемнің бір қызы бар еді дейді. Мен оны өте қатты жақсы көретін едім дейді. Яғни еркектер қалай әйелдерді сондай қатты жақсы көреді, мен одан да қатты сондай жақсы көретін едім дейді. Және оны өзім үшін қаладым дейді. Содан яғни қиын жағдайға түседі да ол әйел қыз. Сөйтіп мен оған 120 динар берем де айтам дейді. Мен осы динарды саған беремін, сен егерде яғни маған берілсен деген мағынада келеді. Яғни сен маған берілсен, мен саған осыны 120 динарды берем дейді. Содан дейді, мен оған шамам келген сәтте, басқа риуаятта, яғни менің аяғым оның аяғына жақындаған кезде деп келеді риуаятта. Сол сәтте ол маған айтады, не дейді? Алла тағаладан қорқ деп айтады. Сол сәтте, дәл сол сәтте. Алла тағаладан қорқ, және де бұл мөрді тек қана хақымен алып таста дейді. Хақымен ғана ал дейді бұл мөрді, яғни мөрленген жерді. Тек хақымен ал дейді. Содан мен не істедім? Оны бірден тәрк еттім де, ақшасында өзімен беріп жердім, алған жоқпын дейді. Егер де мен осы істі, я Раббым Алла, мен сен үшін жасаған болсам дейді, Алла разылығы үшін сен үшін жасаған болсам, онда бізді осы қиыншылықтан алып шық деген кезде, ана тас не істейді? Тағы жылжиды. Тас жылжиды. Міне, көрдіңіз ба? Сіз шынайы Алла үшін бір істі жасайтын болсаңыз, Алла тағала оны сізге, яғни сізге басқа жақтан көмегін береді. Және білесіз бе, сіз сол қалап тұрған бір жаңа харам істі Алла үшін тастайтын болсаңыз, Алла тағала оны сізге халал етіп береді. Адал жолмен нәсіп етеді. Мәселен, Юсуф алейхиссаламның оқиғасы бағана біз айтқан. Юсуф алейхиссалам Зулейха жаңа әйелді не істеді? Тәрк етті оны, дұрыс па? Зина жасаған жоқ онымен, ол шақырса да. Бірақ кейін Алла тағала оны оған соның әйелі қылып берді да. Сол әйелді оған әйелі қылып. Болашақта кейін ол әйел оған Юсуф алейхиссаламға кәдімгі адал жар болып тұрмысқа шығады. Зинадан қалай сақтанасың? Ең біріншісі ол әлбетте көзді тыю, көз тыю. Алла тағала харам еткен нәрседен. Алла саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады, көз зина жасайды дейді. Жүректе зина жасайды. Көздің зинасы ол қарау, ал жүректің зинасы ол қалау дейді. Қалау. Ал мүше болса, сол нәрсені не растайды, не өтірікке шығарады. Яғни сол себепті ол не істейді? Соған нәпсісіне еріп сол істі бәрі жасап жібереді, немесе өзін тоқтатады. Және де біз айттық, біріншісі демек көзді тыю. Екінші мәселе, әйел кісілермен жеке қалмау керек. Жеке қалмау. Расында оның үшіншісі кім болады? Шайтан болады. Тек қана сіздің махрам болған қыздармен жеке қалсаңыз болады. Яғни ол қарындасыңыз, ол анаңыз деген секілді да. Солармен ғана. Ал бірақ сізге харам болған, бағана махрам емес болған қыздармен жеке қалуға болмайды.
ол класстас бар дейді, жұмыста бірге жұмыс істейтін әйел болуы мүмкін, қыз болуы мүмкін, басқа әрде кім болса да. Кейбір дұрыс емес адамдарды адастыруға, керісінше жақсылыққа емес адастыруға апаратын адамдар айтады. Адам керісінше дейді, неге мынандай үйрену керек дейді, сол әйелдермен араласа беріп, үйреніп кетеді да көз. Содан не болады ол? Ондайға бармайды деген секілді. Көз көріп үйренеді, болды, ол проблема емес дегенде айтады. Жоқ. Керісінше бұның нәтижесі көрініп жатыр. Батыста қандай болып жатқан? Батыста өте жағдай мүшкіл. Еркектер, әйелдердің баршасы сондай өте ашық киінгендіктен және барлығы бір-бірімен араласып жүре бергендіктен еркектер небір ауруға шалдығып жатыр. және зинаның да түр-түрісі де, зина дейсіз ба, ер мен ер дейді, әйел мен әйел дейді, неше түрлісі бар. Және еркектер тіпті 40 жасқа жетпей, 30-40 жасқа жетпей не болып қалады? Не дейміз? Жарамай қалады. Әйелге жарамай қалады. Сондай себепті. Өйткені ол не? Әрбір қызды көрген сайын, жалаңаш деп айтуға болады ғой. Сондай қыздарды көрген сайын оның нәпсісі қозады да, нәпсісі қозған себепті, ол сол қозғандығын қандыра алмағандықтан, ол солай басылып жүре береді, күні бойы түн көргеннен. Содан ол осындай бір ауруға шалдығады екен ер адам. Ол өте нашар нәрсе. Демек, бізге не істемеу керек екен? Қыз балалармен жеке қалуға болмайды. Және де бұның шешімі үйленгендерге қатысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтқан? Иза ахадукум а'жабатхул мар'a. Егер біреулеріңді бір қыз таңғалдырып қойса, яғни көздерін түссе бір қызға, бір әйелге, фауқат фи қалбихи, және оның жүрегіне ол түсіп қойса, бағана әйел, қыз немесе, бірден өзінің әйеліне қайтсын дейді. Яғни халал жарына әйеліне қайтсын және оныменен қосылсын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Осы нәрсе оның нәпсісінде пайда болған сезімді не істеп тастайды? Қайтарып тастайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Және Алла тағала бізге, еркектерге Құранда осы зинадан сақталудың жолын көрсеткен. Алла тағала Құранда не деп айтқан? Ал енді неке қиюға шамасы жетпейтіндер, олар сақтансын дейді. Тазалықты ұстансын дейді. Тазалықты, абыройды. Қалай? Хатта юғнияхумуллаху мин фадли. Алла тағала оларды байытқанша дейді. Яғни үйленуге шамалар жеткенше, олар өзінің пәктігін, тазалығын сақтасын дейді. Ал осы пәктікті сақтайтын, осы тазалықты сақтайтын нәрсе, ол не болып саналмақ? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ораза арқылы. Көп ораза ұстау керек ондай адамға. Егер ол нәпсісін басқара алмай жүрсе, көбірек ораза ұстап, адам аш болған кезде адамның нәпсісі басыла бастайды. Ал қашан адам тоқ болады, тоқ болған сайын адамның әртүрлі қалаулары пайда бола бастайды. Ананы істегісі келеді, мынаны істегісі келеді деген секілді. Оның ішінде не бар? Еркектік қалауларда ояна бастайды. Сондықтан сол қалауларды басуға ораза өте жақсы көмектеседі. Осы екі-ақ жол бар, басқа жоқ. Ол ораза не үйлену. Сондықтан басқа жол іздемеңіз. Бағана айтқанымыз көзді тыю, одан кейін әйелдерменен жеке қалмау, олармен бүйтіп араласып әңгіме айтпау, Инстаграмда, қазіргі заманда Инстаграмда жаңағындай әртүрлі қыздардың парақшаларына кірмеу, неше түрлі жерлерге кіріп кетпеу, осы нәрселерден сақтану, Егер араларыңызда осындай Инстаграмда көп нәрсе, осындай нәрселерді көргендіктен осы нәрсені тыя алмай жүрсе, онда Инстаграмды өшіріп тастасын. Инстаграмға тек браузер арқылы кірсін, приложение арқылы емес. Браузер арқылы кіріп, өзін барынша сол нәрседен алыстатуға тырыссын. Осы нәрсе көмектеседі. Және ол ораза. Ораза ұстай алмасаңыз, сонда үйленіңіздер. Үйленуге әрекет жасап көріңіздер, иншалла. Алла тағала баршаңызға салиқалы жар нәсіп етсін. Міне, зина секілді, немесе де басқа да сондай бір күнәларға мұсылман адам батуы мүмкін, кіріп кетуі мүмкін. Біреу намазын қаза қылады, біреу мүлде намазын оқымайды. Бас пәленшесі бағанағындай болмайтын небір әндерді, музыкаларды тыңдайды. Пәленше әртүрлі болмайтын бір жаман журналдарды көру мүмкін. Қазіргі заманда журнал деген қаншалықты атақты екенін білмедім, бірақ қазіргі заманда Инстаграм десек болады. Инстаграмда жаңағындай неше түрлі арсыз бір
видеоларды көру мүмкін, немесе пәленше әртүрлі Алла тағала харам еткен нәрселерді жасап жүруі мүмкін. Бірақ та оның жүрегінде әлі де иманның бір шамы бар да, бір жарығы бар. Таза фитраттың жарығы бар. Таза фитраттың, таза табиғаттың. Ол осы иманның жарығы терең түбінен оны не істеп жатады? Ауд илалла, Аллаға қайт деп оны шақырып жатады. Аллаға қайт. Саған тәубе ететін уақыт келмеді ме? Деп оны бағанағы жүректің түбінен сол иманы шақырып жатады. Тәубе етсейші сен. Уақыт келмеді ма саған тәубе ететін? Қашанға сен намазыңды қаза қыласың? Қашанға сен намаз оқымай жүресің? Қашанға сен инстаграмда әртүрлі болмайтын видеоларды көресің? Қашанға сен әртүрлі қыздарға жалтаңдап қарай бересің? Қашанға сен осыны жасай бересің деген бір дауыс тереңнен, өте түбінде оны бүйтіп шақырып атады, оны осы нәрседен шығарғысы келеді. Осы күнәлардан алып шығатын сондай бір адамды іздеп жүреді. Адамды, біреуді, әйтеуір осы бір күнәдан кім алып шықса екен мені осы. Өзін ол не істеді? Бағана қыздарға тиісуде істеп көрді, соны да істеп көрді. Бағанағы әртүрлі би билеуде, неше түрлі өлең айтуда, былайша айтқанда құрдымға апаратын нәрселерде өзін көрді. Яғни өзін көрді деген, ананы да жасады, мынаны да жасады. Бірақ та әлі де ол иманның дәмін сезіп көрген жоқ. Әлі де сезіп көрген жоқ. Егер де ол оны білгенде, ананың баршасын тез арада тастайтын еді. Ол осы адасушыдан, осы бір қараңғылықтан алып шығатын біреуді іздеп жүр. Ол соның қолынан алып, оны бір иман жолына, хидаят, тура жолға жетелейтін біреуді іздеп жүр. Жетелейтін. Оны қараңғылықтан нұрға алып шығатын біреу бар ма? Көпшілігінің жүрегінде Аллаға деген және оның елшісіне деген махаббат бар. Және исламға деген ұмтылыс бар, ұмтылыс. Егер мұсылмандардың арына, мұсылмандардың намысына біреу тиісетін болса, біреу сөз айтатын болса, бірден сол мұсылмандарды, исламды қорғауға не істеп тұрады? Ұмтылып тұрады. Демек, жүректе махаббат бар деген сөз. Жүректе махаббат бар. Бірақ сонымен қоса ол жүректе махаббат болғаныменен ол бағана әртүрлі ләззаттарға, шахуаттарға беріліп кіріп кеткен. Мына харамнан екінші харамға, екіншіден үшіншіге осылай осының ішіне жүреді. Алып шығатын біреу керек оған. Алып шығатын біреу керек. Алладан басқа ешкім жоқ сені құтқаратын. Алладан басқа ешкім жоқ. Сіз деп айтпайын, сен деп айтайын. Сізге жетімдірек болады деп ойлаймын. Сені Алладан басқа сақтайтын ешкім жоқ. Аллаға жалбарынып тұрып дұға етіңіз. Я Алла тағала, мені өзіңнен алыстатпа. Мені өзіне жақындат, я Раббым Алла. Я Раббым Алла, саған итағат етуді нәсіп ете көр, я Раббым Алла. Намаз оқуды нәсіп ете көр. Намаз оқитын болсаңыз, я Раббым Алла, намазды уақытылы оқуын нәсіп ете көр, я Раббым Алла. Мені осы харам істен, осы арсыз болған, жаман болған істерден мені сақтай көр, мені алыстата көр, я Раббым деп шынайы тілеңіз. Алла тағала сізді міндетті түрде алып шығады бұл қараңғылықтан. Қараңғылықтан нұрға алып шығады. Хидаятқа, иманға алып шығады сізді. Сізді құтқарады. Өйткені ол Алла. Алла тағала тек қана салиқалы құлдардың Раббысы емес. Алла тағала күнә жасайтын құлдардың да Раббысы. Баршаның Раббысы. Алла тағала, жалпы Алла тағалаға не қажет емес? Біздің бейкүнә болуымыз қажет емес Аллаға. Біз адамбыз, бүкіл адам баласы қателесуші. Әрдайым қателесуші. Ал қателесушілердің ең хайырлысы, ең жақсылары ол кімдер? Тәубе етушілер. Сондықтан тәубе етіңіз. Сіз әлі тірісіз ба? Демек, сізде уақыт бар. Уақыт бар. Алла тағала тәубені қабыл етеді. Егер сіз осылай шынымен ұмтылатын болсаңыз Алла тағалаға, Алла сізді қабыл етеді, және Алла тағала сізге өзіне ұмтылуға мүмкіншілік береді. Сізге бағанағы күнәларды тастауға, тәрк етуге сізге мүмкіншілік беріп қояды Алла тағала. Ғафурур рахим, кешірімді, рахымды Алла тағала.
ғафурун халим, алла тағала кешірімді және құлдарына өте жұмсақ. Халим алла тағала жұмсақ құлдарына мәмілесі. Ол Алла ғой. Алланың махаббаты деген ол енді сипаттауға мүмкін емес нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям осы бір махаббатты, Алла тағаланың құлына деген махаббатты өте керемет мысалмен келтірген. Бір әйел өзінің баласын жоғалтып алған кезде оны тауып алады да, сол баланы тауып алып бағанағындай құшағына алып, сондай сағынышпен баласын құшақтайды, жақсы көріп құшақтайды, өте қатты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыны көріп тұрған сахабаларға айтады: мына әйел дейді, осы баласын отқа тастауы мүмкін бе дейді. Жоқ, валлахи мүмкін емес ол нәрсе дейді. Ендеше біліңдер, Алла тағаланың құлына деген махаббаты мына ананың баласына деген махаббатынан да күшті дейді. Қараңыздар, бұл Алла. Альхамдулиллахи роббил аламин, Фатиха сүресінде келеді. Барша мадақ, мақтау әлемдердің Раббысы Алла тағалаға болсын. Ар-Рахманир-Рахим. Алла өзінің екі сипатын айтып жатыр. Ең бірінші сүреде қандай сипатын айтып жатыр? Ар-Рахман, Ар-Рахим. Мейірімді де, рахымды. Алла өзін осылай сипаттап жатыр. Және басқа бір риуаяттарда, хадисте келгенде, расында менің мейірімім, рахымым ашуымнан басым болды дейді. Алла тағала рахымды. Алла бізді жақсы көреді. Тек біз енді не істеуіміз керек? Осы Алла тағалаға ұмтылуымыз керек. Ал сіз ұмтылатын болсаңыз, тағы да қайталап айтамын, ұмтылатын болсаңыз, Алла тағала сіздің сол ұмтылуыңызды сізге нәсіп етеді, өзіне ұмтылуға. Өйткені біз жақсылық істердің тек қана Алланың тауфиғымен, Алланың көмегімен жасаймыз. Неге біз амалымызбен кіре алмаймыз жәннатқа, білесіздер ме? Неге біз амалымызбен кіре алмаймыз? Сахабалар айтқан: я Расулалла, тіпті сіз де өз амалыңызбен кіре алмайсыз ба деген, тіпті мен де кіре алмаймын. Немен кіреді мұсылман адам жәннатқа? Тек қана Алланың рахымымен кіреді. Илля мар рахим дейді ғой. Тек қана рахым етілгендер ғана. Кім рахым етілді, міне солар ғана тәубе ете алады. Міне солар ғана жәннатқа кіре алады. Солар ғана. Өйткені неге амалымен емес? Өйткені амалды жасауға бізге кім мүмкіншілік беріп тұр? Сол амалды, жақсылық амалды жасауға Алла тағала. Алла тағала бізге нені жасап беріп жатыр? Күш-қуат беріп жатыр. Күш-қуат. Соны жасауға, істеуге. Ал енді сол біздің ұмтылып жатырмыз да, осы ұмтылымызға сай Алла тағала бізге не істейді? Өзінің мейірімін төгіп, рахымын төгіп, бізге тәубе етуге және өзі жақсы көретін амалдарды жасауға нәсіп етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйретіп кеткен дұғасы бар: Аллахумма фиқни иля ма тухиббу ва тарда. Я Раббым Алла, мені сен өзің жақсы көретін және разы болатын істі істеуге маған жәрдем бер, маған тауфиқ бер, соған тауфиқ бер деп осылай тілеуіміз керек Алла тағаладан. Тәубе етіңіз, тәубе ету ешқашан кеш емес. Егер жасаған күнәңізді қайтадан жасап қойған болсаңыз, тәубені қайтадан жаңартып, қайтадан тәубе етіңіз. Тәубенің шарттарын орындау арқылы. Тәубенің шарты істеген ісіңізге өкіну, сол іске кешірім сұрау, және де үшіншісі сол істі істемеуге, тағы да қайталамауға ниетіңіз болу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келгенде: "Ман тавадда'a нахва вуду'i хаза", кім мен осы алған дәреттің үлгісіндей дәрет алатын болса, "Сумма салла рак'атайни", және де 2 ракат намаз оқитын болса, "Ла юхаддису фихима нафса", өз жерде сөйлеспейтін болса, өз-өзімен жаңағыдай босқа сөздер айтып, басқа, яғни шынайы ықыласпен беріліп оқитын болса, намазды 2 ракат, "Гуфира лаху ма тақаддама мин занбих", оның жасаған күнәлары кешіріледі дейді. Басқа хадисте: "Ма мин муслимин юзнибу занбан", қайсы бір мұсылман адам бір күнә жасайтын болса, "Сумма ятаваддау фаюсалли рак'атайни", сосын барып дәрет алып 2 ракат намаз оқитын болса, яғни тәубе ету мақсатында, "Сумма ястағфируллаха та'ала лизалика занб",
сосын барып осы жасаған күнәсына Алла тағаладан кешірім сұрайтын болса, илля ғуфира ләһ, оған кешіріледі дейді ол күнәсі. Оның күнәсі кешіріледі дейді. Уд иля роббика я ахи, ей бауырым, Раббыңа қайт. Фахуа роббул асати ла роббут таибина фақат. Ол күнәһарлардың да Раббысы, тек қана тәубе етушілердің Раббысы емес, бүкіл баршамыздың Раббысы, баршамыздың. Сондықтан кеш болмай тұрған кезде, ажал келмей тұрған кезде, ал ажал ол сізге айтып келмейді, дайындала ғой, тәубеңді жасай ғой, тәубе етіп ал деп өлім періштесі сізге ескертпейді. Уақыты келген кезде бір секундта кешікпей және бір секундта асырмай, яғни бір секундта кешікпей, бір секундты асырмай, дәл өз уақытысында өлім періштесі келеді де жаныңызды алады. Болды. Сізден сұрамайды, дайынсың ба сен өлімге, дайын емессің ба, салиқалы амалдарды жасап үлгердің бе, үлгермедің бе? Жоқ. Оны ешқайсысын сұрамайды да сіздің жаныңызды бірден алады. Сондықтан қазір тірісіз бе? Тәубе етуге үлгеріңіз. Тәубе етуге үлгеріңіз. Алла тағала тәубе етушілерді жақсы көреді. Инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин. Расында Алла тағала тәубе етушілерді және тазарушыларды не істейді? Жақсы көреді дейді. Сондықтан Алланың сүйікті, яғни жақсы көруші, Алла тағала жақсы көрген құлдардан болғыңыз келсе, онда тәубе етіңіз және әрқашан тәубеңізді жаңартып, негізі тәубені әрдайым жасап тұру керек. Жаңартып жүріңіз. Алла тағала баршамыздың тәубемізді қабыл етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.